Достар, бәріне сәлем. Бүгінгі видеода балбырауын кейін үйренуді жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта екінші бөлімді толықтай үйренетін боламыз. Егер де балбырауынға арналған бірінші және екінші видеоны көрмеген болсаңыздар, мына жерде подсказка тұр, осы жерден көре аласыздар. Ал енді үйренуді бастайық. Жаңа бөлімді үйренбей тұрып, мен сіздерге бірінші бөлімді толықтай ойнап беремін. Екінші бөлімге кетіп қаламыз. Бірінші бөлімді аяқтағаннан кейін былай дедік те, мына бас бармақпен жылжып 10-шы пернеге кетіп қаламыз. Мына жерде біздер бірінші бөлім бар ғой. Біздер былай бастадық қой бірінші бөлім. Сосын 4-тен бастадық, 4, 7-ге бардық. 3 аятты аштық. Осының барлығы осы жерде қайталанады. Яғни мына жерде 9-шы перне 4-тің орнында ғой, типі 9, 10, сосын 12-ге барасыздар. Дәл солай деген сияқты мына жерде ойнаймыз. Так, бастайық. 12, үшіншісінде ашып береміз де, мына жақта 9-шы пернен басамыз. Ашамыз 10, қайта 9, 10, 9, 10, 12, 9, 10. Сосын бас бармақпен мына жерде қалай ойнадық? Міне 1, 2, 3, 4, 5. Дәл соны мына жерде ойнаймыз. 1, 2, 12 қайтып барамыз. Соңғысы түсінатсыздар деп ойлаймын. Мына жақтағы барлығы сол неге ұқсайды бірінші бөлімге. То есть мына аяқтадық қайттан. Бірінші бөлімді аяқтадым. И сосын екінші бөлімге кетіп қалдым. 2, 3, 4, 5. Одан кейін ашамыз, төмен жоғары, сосын мына жақта 17-ші пернеге барамыз. 4-ші саусағымызды 17-ні төмен жоғарамыз, то есть аша, сосын 12-ші перне, 17-ші перне, төмен жоғары, сосын мына жақтан бір пернеге жоғары көтерілеміз да, бас бармақты 14-ке басамыз, мына 16-та болады. И сосын былай ойнаймыз. Мына жерде 16, 14, 12, 14, 16. 16, 14, 12, 14, 16. Сосын дәл осылай шығып кетеміз жылжып. 14 пен 12-ке. Дәл солай, міне 14, 12, 10, 12, 14. Сосын тағы да шығамыз. 12, 10, 9, 10, 12 болады. Ары қарай бас бармақ деген неге барады? 9-ға, мынау деген 10-ға барады. Біз бұл жерде ойнағанбыз бұны айтып, бірінші бөлімде. Мына жерде 10-шы, 9-шы, 7-шы, 9-шы, 10-шы. Одан кейін 7-9-ға барамыз. И сосын 7-5. Барлығы бірдей қағыстар. То есть қайттан ашық, 17, сосын жақта демесе арғай барлығы бірінші бөлімдегідей қайталанады. Яғни екінші бөлім, төртінші бөлім, и потом деген жерді қайталаймыз. Екінші бөлімде соңында біз бірінші бөлімде яғни былай аяқтасақ, сосын мына жерде так деп аяқтадық қой. Ал екінші бөлімде соңында бір удар қосамыз тағы да. То есть немізде үшінші бөлімге кетіп қаламыз. Тағы да міне бірінші бөлімді аяқтап жатыр. И екінші бөлім.
екінші бөлімін осылай ойнайды екенбіз. Егер де сабақ ұнаған болса, лайк басып коммент қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақта көріскенше.